Ай жердің ең жақын көршісі және табиғи серігі. Адамзат пайда болғаннан түн болғанда аспанда жарқыраған домалақ объектті айды көреді. Адамдарға тек өткен ғасырдың 60-70 жылдары алғаш болып ай қыртысын адам апару мүмкіндігі туды. Сол кездерде адамдар ай қыртысында түрлі ғылыми эксперименттер жасап үлгерді. Луноходтан саяхат жасап, тіпті сол жақтағы топырақты жерге әкелді. Енді мынадай заңды сұрақ туындайды: біз айда қашан база сала аламыз? Көптеген жылдар бойы футуристер болсын, басқа да ғылыми публицистер айдағы әскери база, қонақ үй немесе тіпті адамдар қоныстанатын қалашық болады деп армандап келді. Сонымен бұл нәрсе мүмкін бе, әлде жоқ па? Ең алдымен база ол қандай база болу керек? Біз әрине үлкен мегаполис күтіп отқан жоқпыз, немесе 10 мың, 20 мың адамнан тұратын қалашықты емес. Біз астронавтар жұмыс жасай алатын кішігірім ай лабораториясы немесе автопост туралы айтатын боламыз. Ол жерде өмір сүре алып, онымен қатар жұмысты да бірге алып жүру керек. Яғни кәдімгі ХГС сияқты, халықаралық ғарыш станциясы. Онда 4-5 астронавт 6 ай бойы сонда жұмыс жасап жерге қайтып келеді. Ғалымдар айға барып, қайта салуға жұмыс жасап жатқан жоқ. Барынша сонда қалып, ғылыми миссияларын орындап, тіпті айды өмір сүруге қолайлы етпекші. Айда осыған дейін тек 12 адам ғана болған. Барлығы аполлондықтар. Аполлонның 17-ші миссиясынан кейін айға адам қонбады. Және осыған дейін Марсқа немесе Венераға түрлі спутниктер жіберіп, роверлер мен қыртыстарын зерттесе де, айдағы миссиялар 40 жылға дейін тоқтап қалды. Бірақ соңғы уақыттарда айды зерттеу қайта басталған сияқты. НАСА немесе Қытай ғарыш программалар сияқты қызығушылық танытқандармен қатар, SpaceIL сияқты жеке секторларда айға өз миссияларын жіберіп үлгерді. Айға база салу, айды зерттеу деп алайық, біздің болашағымыз бен өткенімізге көз жүгіртуге мүмкіндік береді. Ай қыртысы ай пайда болғаннан бергі тарихты ұстап жатыр. Ал айдың тарихы жердің тарихымен сабақтас. Айдың тарихын зерттеу арқылы күн жүйесін де зерттей аламыз. Айға радиотелескоптар салуға болады. Егер онда база тұрғызып сала алсақ, алыстағы объекттер тағы да жақын бола түсер еді. Оған қоса айда база салу арқылы келешекте Марсқа қонатын адамдарды дайындауға болады. Өйткені дәл қазір бізде дәл басқа планеталардағыдай атмосфераны сезіндіре алатын нысандар жоқ. Және айдың қысымы мен гравитациясы осы тұрғыда көмектесер еді. Айда өмір сүруге үйрену арқылы ғалымдар басқа планеталарда табиғи ресурстарды қолдануға машықтанады. Мысалы, айдан өте алыс жатқан аспан денелеріне миссия жібергіміз келсе, жанармай көп кететіні анық. Ғалымдар айдағы ресурстарды зерттеуге қызығып отыр. Өйткені ондағы мұздықтар сияқты ерекше ресурстар болашақта ғарыш кемелерінің жанармай тапшылығын шешуі мүмкін. Кәдімгі айдағы мұздықтарды жанармай ретінде қолдануымыз мүмкін. Келесі бір өте керекті материал айдағы реголит. Айдың топырағы айда базаларды ұлғайтуға өте керек болатыны сөзсіз. Яғни база салуға немесе ұлғайтуға керек материалдарды айдың өзінен ақ ала аламыз. Ал негізінен айда база салу үшін айдың географиялық жағдайы да өте маңызды. Мысалға, айда жердікінде мықты атмосфера болмағаны үшін күндіз өте ыстық, ал түнде өте суық. Сондықтан да екі уақытта жылы болатын полюске жақын орналасқан жеріне салу өте маңызды. Оған қоса база салғанда күн радиациясынан қорғану өте маңызды. Ол үшін база сыртын ай топырағымен жаба аламыз және айтарлықтай қорғай алады. Шынымен деп айда база салу футуристік жабдықтарды қажет етеді және көзге қиын болып көрінуі мүмкін. Бірақ ғалымдар айдағы мұздықтарды зерттеуді бастап кетті. Дәл қазіргі кезде тіпті айдағы бау-бақшалар жобасы да қарастырылып жатыр және бәрі біртіндеп іске аса бастайды. Бірақ кейбір мәселелер бар. Айдағы база салу үшін политикалық қақтығыстар болмауы керек.
Ресей, Үндістан, Қытай, Жапония, Канада, ақш және Европа жеке-жеке айда басы салу қиын екендігін біледі және сол себепті де оларға бірігу керек. Және бұл ең басты және жалғыз мәселе болуы мүмкін. Өйткені ғылыми білімге қажет ететін капитал жоғарыдан қарастырылады. Ал біздің видеомыз соңына жетті. Егер ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк. Арнамызда ең бірінші болсаңыз, арнамызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Проксима каналы.